Украина дронының Ресейдің Татарстан аймағына жасаған соққысынан кем дегенде 13 адам қаза тапты. Бұл соғыс басталғалы Киев тарапынан жасалған ең жойқын шабуылдардың бірі. Жергілікті биліктің хабарлауынша, Украина шекарасынан 1000 шақырымнан астам қашықтықта орналасқан Нижнекамск мұнай өңдеу орталығында 75 адам жараланған. Осы уақытта Украина өкілдері елдің солтүстік шығысындағы Харьков облысында Ресей артиллериясының соққысынан 5 тұрғынның мерт болғанын жеткізді. Ресей қорғаныс министрлігі түнде Украинаның 456 дронын атып түсіргенін хабарласа, Украина тарапы Ресейдің де 126 дронмен шабуыл жасағанын мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше, қос тараптың соңғы кездегі алысқа соққы беру әрекеттері жиілеп, бейбіт тұрғындар арасындағы өлім саны күрт өскен. Соңғы айларда Украина Ресейдің мұнай нысандарын жиі соққыға жығып жүр. Президент Владимир Зеленский бұл шабуылдар Путинді келіссөзге мәжбүрлеуді көздейтінін және Ресей соғыс зардабын өз жерінде сезінуі тиіс екенін айтты.